Армысыздар, құрметті көрермен. Сіздермен сіз білесіз бе айдары? Бүгінгі айдарда білетіндеріңіз тоқым қағар. Қазіргі таңда көп жастарымыз біле білмейтін ұмыт болған халық рәсімі. Ауыл, үйдің қарттары жол жүрерде жастар жағы бірыңғай болып ауылда қаларда, немесе жас бала тұңғыш рет атқа мінерде тоқым қағар деп аталатын тамақ пісіріліп, дастархан жайылған. Бір жағы жол жүрер үлкендердің жолының болуына тілектестік болса, екінші жағынан жас баланың азамат болғанына қуаныш білдіру белгісі болып табылады. Арнаулы мал сойылып, сыйлы мүшелер салынып, ет асылып, кең дастархан жасалады. Ойын сауық, өлең жыр айтылады. Бұл сапарға шыққан жанның тоқымы жерде қалмасын, ат көлігі аман есен келсін деген жақсы тілек білдірудің белгісі. Бүгінге осы, келесі жүздескенше сау болыңыздар.